Баршаңызға сәлем достар, мен Анаргүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үйге қонақ шақырғанда жасайтын, қонақтарыңыз таң қалатын керемет оп-оңай салаттың рецептімен бөлісемін. Ол үшін әрине видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен баклажанымызды қабығынан ашып, осылай тазартып аламыз. Сосын оны бөліктерге бөліп, үлкендеу етіп турай аламыз. Үлкендеу етіп тураңыздар, өйткені қуырылған кезде бұл кішірейетін болады. Барлығын турап болған соң үстіне тұз сеуіп, қара суы шыққанға дейін 15-20 минутқа қойып қоямыз. 15-20 минут өткеннен соң қара суын төгіп тастап, қағаз майламызға, яғни салфеткамызға төсеп, бетінде салфеткамен басып суын сорғытып алатын боламыз. Содан соң кукурузный крахмалымызды салып, осылай сілкіп араластырамыз. Қызып тұрған майда, міндетті түрде қызып тұрған майда қызартып пісіріп аламыз. Аз-аздан салыңыздар, өйткені бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Арасын ашып, аз-аздан салып пісіріп аламыз, қызартып. Суығанша болгарскийімізді осылай тураймыз. Жіңішке кішкентай етіп турап аламыз. Сосын сарымсағымызды дәл солай майдалап тураймыз. Менде көк пиязды турадым. Көк пияз болмаса, кинзаны қолдансаңыздар да болады. Дәл солай барлығын майдалап турап шығамыз. Барлығын бір ыдысқа салып, 2 ас қасық соя соусымызды қосамыз. Сосын 1 ас қасық бал қосамыз. 1 ас қасық сұйық майымызды қосып, қуырылған баклажанымызды салып, жақсылап араластырамыз. Болды, біздің салатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте бір сондай кисло-сладкий, бір ерекше дәм бар. Үйге келген қонақтарыңыз таң қалып, ерекше салат деп айтатынына күмәнім жоқ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Менің видеома қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер.